Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, ролигімізді бастамас бұрын Аллах разылығы үшін видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде сілтемесімен бөлісіп жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтің таратылуына үлес қосып жатсаңыздар, сіздерге Аллахтың қалауымен сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де өтініш болсын. Бауырлар, роликті соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бір досым айтып берген еді, менің бір кәрі нағашым бар деп. Ол өзі бейнамаз еді, балалары да бейнамаз. Ол мешітке аяқ баспайтын, мешітке бармақ түгілі намазхандарды, мешітке барғандарды мазақ ететін. Бір күні мен одан сұрадым, арыстан мен адам хикаясын естіген бедіңіз деп. Ол жоқ деді. Мен оған айтып бердім. Бір жас жігіт ну орманда келе жатып, бір дыбыс естіп, артына қарайды. Өзіне қарай шауып келе жатқан үлкен арыстанды көреді. Жігіт жылдам қаша жөнелді. Ал арыстан арсылдап қуады. Арыстан жете берген кезде жігіт бір ескі құдықты көріп, ішіне секіріп түседі. Құдық арқанынан мықтап ұстап қалады. Құдық ішінде сәл тұрады. Сәл көңілі жайланғанда арыстанның дыбысы әсеңдейді. Сол уақытта кенеттен жыланның ысылдаған дыбысы естіле бастады. Арыстан мен жыланнан қалай құтылуды уайымдап тұрғанда, екі тышқан, бірі қара, бірі ақ тышқан келіп, арқанды жей бастайды. Арқан үзілуге шақ қалады. Жігіт тышқандарды түсірмек үмітпен арқанды сілікілейді, бірақ болмайды. Арқан үзілейін деп қалғанда бір қызық нәрсе болады. Жігіт арқанда ағып тұрған балды көріп, оны жей бастайды. Жаңағы тышқандар да жей бастайды. Балды жеп жатып, ол арыстан мен жыланды ұмытып кетеді. Осы кезде нағашым, ол қандай ақымақ адам еді деді. Мен оған, ағатайым, ол адам сізсіз дедім. Арыстан ол өлім, бәрімізді қуып жететін. Жылан ол қабір, бәрімізді күтіп жатқан. Ал бірі қара, бірі ақ тышқандар болса, олар күн мен түн. Олар сіздің өміріңіздің арқанын үзуде. Бал ол дүние ағатайым, және ол тәтті. Оның тәттілігінен сіз өлімді ұмыттыңыз дедім. Ағатайым үнсіз кетті. Келесі күні мен оның өзгергенін байқадым. Ол дәретін алды, сөйтіп мешітке кетті. Ол тақуаға айналып, балаларына тура жол көрсете бастады. Күндердің күнінде ол мешіт салдырды. Алла оған жар болсын деп тілеймін. Бауырлар, роликті соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Және де арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп қарасаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.